Дыбыс. Дыбыстау мүшелері тіл, ерін, тіс, көмей, өкпе тағы басқа арқылы жасалып, құлаққа естілетін үн. Дыбыстардан сөз құралады, ал әріп дыбыстың жазудағы таңбасы. Ол көзге көрінеді, бірақ құлаққа естілмейді. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар, оның 28-і төл дыбыстарды таңбалайды. Кірме сөздердегі дыбыстарды мына әріптер таңбалайды: Б, Ф, Х, С, Ш, Ш, Е, Х, Ё. Қазақтың төл сөздерінде және кірме сөздерде кейде дара, кейде бірнеше дыбыс қосындысын таңбалайтын әріптер: У, И, Я, Ю. Кірме сөздерде кездесетін дыбыстық мәні жоқ әріптер: жіңішкерту белгісі және жуандық белгісі. Тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді.